Бай болғыңыз келе ме? Мүмкіндік көп. Байлыққа жету жолында көмек құралы рөлін атқаратын негізгі қағидаларды сараптап біткен соң, бұл қағидаларды қолдануға болатын мүмкіндікке қалай қол жеткізуге болады деген сұрақтың туатыны анық. Олай болса сәл шегініс жасап, қандай болса да әйтеуір бір байлыққа қол жеткізсем деп жүрген адамдар үшін Америка құрама штаттарында қандай мүмкіндіктер бар екенін сараптап көрелік. Алдымен барлығымыз заңға бағынып, заңды құрметтейтін кез келген азаматтың ойлау бостандығына және әлемде ешбір теңдесі жоқ ерлік жасау бостандығына ие бола алатын елде тұратынымызды еске сала кетейік. Көпшілігіміз осы бостандықтарды қолдануға талпынып көрмедік. Тіпті өзіміздің шексіз бостандығымызды басқа елдердегі шектеулі бостандықпен салыстырып қарамадық та. Бізде бар бостандықтарды саралап көрер болсақ, ой бостандығы, білімді таңдап, одан ләззат алу бостандығы, дін бостандығы, саясат бостандығы, іскерлік түрін таңдау бостандығы, мамандық бостандығы, еңбегіміз арқылы қол жеткізген байлыққа басқалардың қол сұғуынсыз ие болу бостандығы, тұрғылықты мекенжайды таңдау бостандығы, үйлену бостандығы, нәсілге бөлінбей тең құқыққа ие болу бостандығы, бір елден екінші елге саяхаттау мүмкіндігі, тағамды таңдай алу бостандығы, өзіміздің білігімізге сай өмірдегі мақсатымызға қол жеткізуге талпыну, тіпті Америка құрама штаты президенттігіне кандидатурамызды ұсыну мүмкіндігі. Біздің елімізде өзге де бостандықтар бар. Алайда бұл айтылғандар қыран құс қалықтайтын биіктіктен мүмкіндіктер еліне көз жіберуге мүмкіндік береді. Бұл бостандықтар көзге бірден түспеуі мүмкін. Дегенмен де Америка құрама штаттары өз аумағында туған немесе өзінің азаматтығын алған жандарға бостандық кепілін беретін бірден-бір мемлекет болып қала бермек. Ал енді осы адам сенгісіз бостандықтар бізге қандай игіліктер ұсынатынына тоқталып көрейік. Мысал ретінде табысы орташа қарапайым америкалық отбасын алып, оның әр мүшесі үшін ұлттық өнімнен түсетін қолжетімді пайданы есептеп көрелік. Тағам, ой мен әрекет бостандығынан кейінгі сатыда тағам, баспана және киім-кешек секілді өмірлік үш маңызды фактор орналасқан. Біздің бірегей бостандықтарымыз табысы орташа отбасына кез келген тағам түрін қажетті мөлшерде және қолжетімді бағада сатып алуға мүмкіндік береді. Баспана, табысы орташа кез келген америкалық отбасы барлық керек-жарақпен қамтамасыз етілген. Бу арқылы жылытатын электр қуатымен ас бөлмесі, газ құрылғыларымен жабдықталған баспанасы бар. Осындай отбасылардың күнделікті таңғы асқа жейтін қуырылған нанының өзі бірнеше доллар тұратын электр төстерінде дайындалады. Пәтері электр қуаты арқылы жұмыс істейтін шаңсорғыш арқылы тазартылады. Ас бөлмесі мен қол жуатын бөлме ыстық сумен жабдықталған. Электр қуаты әйелдердің шашын ретке келтіруде, кір жуғыш машинаны іске қосуда және киім үтіктеуде де қолданылады. Тоңазытқыштар да осы электр тобының қуатымен жұмыс істейді. Электр сымын тоқ көзіне қоссаңыз болғаны. Электр қуатын қажетіңізге сай қолдана аласыз. Егер кісі болса, электр ұстарасымен қырынады. Мұндай жағдай әлемнің түкпір-түкпірінен жиналған адамдарды қажет болса, бір тәулік бойы қонақ етуге мүмкіндік береді. Пәтер өзге де құрылғылармен жабдықталған. Алайда келтірілген мысалдар америкалық бостандық қандай еркіндіктерге қол жеткізуге мүмкіндік беретінін көз алдымызға елестету үшін жеткілікті. Киім-кешек. Ер адамдарды айтпағанда ақшта тұратын кез келген әйел адамның жолына $400 артық ақша жұмсап, талғамына сай киінуге мүмкіндігі бар. Табысы орташа америкалықтың меншік құқығы басқа елдермен салыстырғанда әлдеқайда жоғары деңгейде сақталған. Ол өз қаржысын банк әкімшілігіне бір тиынын да жоғалтпай сақтап, тіпті қаржылық тұрақсыздық болса, әкімшілік ол соманың соңғы тиынына дейін қайтарып беретініне толық сене отырып тапсыра алады. Егер америкалық азамат өзге елді мекенге сапарға шыққысы келсе, оған не төлқұжат немесе арнайы рұқсаттың қажеті жоқ. Ол қалаған жеріне қалаған уақытында барып, ол жерден қалаған уақытында қайтып орала алады. Оған қоса сапарға шығатын көлігін де қалтасына қарай өзі таңдай алады. Ол не пойыз, не автокөлік, автобус, ұшақ немесе кеме болуы мүмкін.